жамандап берші дейді. Венера, қыз баласын. Ұрсам, ұрсты дейсіңдер. Айқайласам, айқайлат дейсіңдер. Ұрсам, ұрды дейсіңдер. Не тірлік мұнау? Венера бүйтіп айтады, вепші жігітім Ердосты жамандап берші дейді. Венера, Ердос деген дохуя жігіт бар. Менің досым арасында да Ердос деген досым бар. Конкретно да. Мен сенің жігітің кім екенін мен қақтан білем. Не деп жамандаймын мен? Мен не үшін жамандауым керек, оны айтшы. Танымайтын адамды мен қалай жамандаймын? Сені басын істей ма? Сені вепші жігітін екен деп мен сонда жамандай салуым керек па? Ой, сені ақша салды екен деп мен жамандай салуым керек па? Міне. Көріп тұрсың, міне. Мен оны жамандаймын. Не пайда маған? Не пайда? Оның ішіп, мен мысал ішпеймін, шекпеймін, атпаймын да? Ол ішеді, шегеді, атады, боқтайды, қыздармен жатады. Инабатты ибалы жігіт болса да бопты, оны істемесе де. Оны істемейді, ол адам оны істемейді. Істесе де. Дачем? Дачем оны жамандап? Мен ішпеймін, шекпеймін, атпаймын, әлхамдулля. Ол деген білмеймін ғой мен. Іше ма, шеге ма, мүмкін ішпейтін шығар, мүмкін атпайтын шығар. Бірақ дачем мен оны жамандаймын? Дачем оны жамандаймын? Ол ішеді, шегеді, атады. Мен оны жамандап, сол істеп атқан күнәлілерін өзімнің мойыма не дейді? Атқарып өзім мойыма көтеріп. Дачем, айтшы, дачем? Дачем, айтшы? Оны жамандап дачем? Ертең ақыретте білесің ба? Оның сол істеп жүрген тірлікті мен істемеймін да, мысал оны тірлікті. Бірақ істемесін де соны жамандап, сол істеген дәрежеге мен түсем ғой. Ертең ақыретте менің жақсылықтарым соған кетеді. Оның істеген жамандықтары маған келеді ертең ақыретте. Бір-бірінді жамандау, ана-мұнау дегенді қойсаңдаршы. Мен айдалада отқан не маған жамандатып отқан ес? Басын істемейді екен сен қызын. Телефонда әрбір жынды рөлін ойнап атқан адамдардың эфирін бүйтіп андып отқанша сәл-пәл басын істетші. Шкаф дейді. Арықтарды кіріп қойдыңдар ма? Мен кемес, ол мамандікі ғой. Туған күнде, маман туған күнде бір не ағам ғой. Атын еді, бір не дейді, коробка ағам, ішінде алтауыма шығады. Туған күнде қалып кеткендер ғой. Ертең гап-бап деп өткізіп жібереді біздің мама. Майда ағам оны. Әлі тұр. Ертең гап істеген кезде құртамыз. Сондай. Білесіңдер ма? Ер адам деген бала сияқты. Біз енді қыз баласы болғаннан кейін енді анамыз ғой енді. Баламызды кешіре саламыз, бұзық қылсақ, бүйте саламыз. Ол бала ол. Ол әке болсын, сенің байын болсын, по-любому оның балалық санасы маңдайына тұрады. Ал біз есейген сайын өсе береміз. Біз туған сайын ана боламыз. Миымыз келеді,
көрген нәрселерімізді уже жайлап миымызға құқып не істейміз, дамимыз деген сияқты ғой. Ол еркек деген бала болып қала береді. Еркекті алда жіберсең, ол кетеді. Ол еркек деген алда жүру керек та. Африз қыздар болады, алда жүретін. Сондай қыздар болу керек. И сосын ер адам сен бай мұрса береді деп тұрсың ғой, не істесем болады дейсің ғой. Ер адам деген андай ғой, сразу білет. Андай, ол бір үндемейді, екі үндемейді, үш үндемейді, төртіншісінде зық дейді, короче. Түсініп тұрсыңдар ма? Ер адам деген тазалықты жақсы көреді. Бүйтіп шалбары мал, аяғы боқ жүрсе де ше, солай жүрсе де өзінің тірлігі мал болып сөйлейді, анда боқтайды, ішеді, шегеді. Сонда да ол тазалықты сақтайды, ол еркек деген. Еркек өзін сасып жүрсе де, қасындағысы сасыған қаламайды. Үй шашылған жақтырмайды еркек деген. Мен өзім еркексіз өстім ғой енді. Папам мен маманың ішінде 6 айлық болып жатқан кезімде қайтыс болды. Ал ағам 1,5 жасарында қайтыс болды деген сияқты ғой. Мен көрген жоқпын, ер адамдармен өскен жоқпын. Бірақ менің туысқан ағаларым бар. Кіндік папам бар, екінші папам бар менің. Солармен тұрдым мен. Білем да, потому что еркек адам андай қасындағы қарындасы болсын, әйелі болсын, бір жағымсыз иіс. Қолтық, мысалы, қыз баласымыз ғой, біздің де қолтығымыз сасиды деген сияқты ғой. Енді терлейді ғой, по-любому бәріміздікі. Тем более мен сияқты семіздерінікі. Менікі енді терлейді дегенде көп терлемейді. Бірақ бұрын терлейтін еді. Қазір терлемейді, түфәй емдедім. Бұрын мектеп оқып жатқан кезде терлейтін еді, бірақ саситын еді, сап-сары болатын еді, аппақ рубашкам. Мен ештеңе жасырмаймын. Конкретно мен қалай бар, солай айтам. Мен сондай болып өскенмін. Мен еркек болып өскенмін кішкентай кезімде. Шашым тақырбас болып өскен. Мен класстастарым біледі ғой енді. Енді қыз болып енді келіп жатырмын ғой мен. Мен шүкір, қолтығым қазір терлемейді, қанша билесем де. Шүкір. Бұрын бірақ терлейтін едім. Сол еркектердің андай ғой, бір жағымсыз иіс шығып қалды ма, мысалға әйел адамдардан мешіне келеді. Байының қасар жасасын. Ол иіс білесің, мешінеге атқан кез еркектер неге жақындамайды сендерге? Аны иісті жақтырмайды. Сол үшін таза ұстандар барлық жерлерінде. Еркек былай ғой, сен қанша духи сеуіп жүресің да, күшті иіспен жүресің да, ол сенің иісіңді жақсы көреді. Ту жаным, сен иісіңді сондай жақсы көрем деп айтады еркек деген. Ал ол бір жағымсыз иіс көрсінші, ол сенің қолтығынан емес, көтінен емес, просто киімме бір андай, не дейді, бір кір жуған кезде болмаса бір нәрсе тиіп қалады, сасық иіс сіңіп қалады ғой. Сол кезде сол иісті сезді ма еркек адам иіс сезді ма, бұл одан кейін жақындамайды. Одан кейін жақындамайды саған. Бір иіс сезді ма жақындамайды. Уже жеркеніп қалады. Одан кейін ол иісті сен жоясың, құртасың. Одан кейін не істейсің? Иіс сеуіп жүресің ғой. Бірақ күшті, одан кейін күшті иіс шығып жатса да саған жақындамайды. Еркек адам сондай. Бір не істей ма, бір не істеп қалады ғой. Ұнамай қалама, до конца ұнамайды. Не болып қалады? Алысырақ болады. Еркек адам мен байым ұрса береді, не істесем болады дейді. Еркек адам жай ұрспайды. Әшейінен ұрспайды. Еркек адамға тамақ дайын тұрса, үй жинаулы тұрса, тап-таза тұру керек. Міне бала шаған үсті тап-тинақтай болу керек. Шомылдырып қой. Мұры таза болсын. Болды. Одан артық еш нәрсе керек емес. Ол әшейін ұрспайды. Сен өзің дұрыс істемесең. Мысалы, мен әпшем бар, туған әпшем. Жездем жұмысқа кетеді азанда. Әпшем ұйықтай береді, обедте тұрады, кешке тұрады өзі. Телефон шұқылап, қалаған уақытында тұрады әпшем. Жездем жұмыстан келетін уақытында